4 дөңгелегін тағып тексердім былай. Пойдет, Арман, саған пойдет. Бір ағамыз жазып жіберіпті Фордтың группасында. Запчасти жоқ қой, анау мынау деп не үшін қорқасыңдар дейді да. Көлік ұнады ма, алдың ба, міндет теп дейді да. Мынау Арман звондап отыр, Арман. Арман звондай береді, машинасы келді. БХ туралы не айтасыз? BMW говно, сразу айтайын. Ассалаумағалейкум достар, бүгін кезекті контейнеріміз Алматы қаласынан келіп жетті. 5830 дегенді ашатын боламыз. Ішінде 3 көлігіміз бар. Мінекей Hyundai Grandeur, Sonata, қателеспесем тағы да BMW автокөлігі бар. Ең бірінші бізде Grandeur көрініп тұр. Grandeur IG. Досын барлығын түсіретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, 4,5 миллион теңгеге Алматыға дейін осындай Hyundai Grandeur автокөлігі келіп жетті. 2017 жылғы шилдик бойынша полный комплектацияда удержание полосы барлығы бар. Өте керемет осындай қоңыр салонда. Рөлдерінің жағдайы, жалпы салонның жағдайы ешқандай бұзылмаған. Көлігіміздің пробегі 187.505 км дейді. Осындай автокөлік келіп жетті. Керемет жағдайда, қазір дөңгелектерін түсіріп ағаларымыз тағып жатыр. Мына ішіне қарасаңыздар, артында подлокотник, управление мультимедиа, подогрев сидений барлығы бар. Мінекей, осылай астын барлығын ағаш қойып, міне қараңыздаршы достар, ағаш қойып, осылай астын ешқандай повреждение жасамайды, ағаш қояды да, және андай жіптермен орап қойып түсіреді бұл автокөліктерді. Так, енді бізде келесі 2 автокөлігіміз қалды. BMW F10 528i 2010 жылғы 3 литр атмосферный қозғалтқышымен және Ford Explorer. Ford Explorer бізде 6 миллион 100 мың теңгеге Алматыға дейін келіп жетті. BMW 2 миллион 800 мың теңгеге дейін Алматыға дейін келді. Ойлаңыздаршы, мына BMW 2 миллион 800 мың теңгеге дейін. Бұны менің досым Қарағандыдан Арман деген бала тапсырыс берді. Қарағандының көшелерінде бокын беріп жүрген сұр BMW F10-ті көрсеңіздер, Арманнан көре беріңіздер, оның сондай бар. Енді қазір осы автокөліктерді түсіреміз, тағы дальше көрсетеміз. Арман осы видеоны көріп отса, Арманға сәлем. Міне достар, BMW F10-ті түсіріп жатырық. BMW F10-ті түсіріп жатырық. Осындай сұр түсте. Арзан көлік, өте арзанға табылды. 2 миллион 800 мың теңге Алматыға дейін келді. Мінекей көрсеңіздер, МК-дан сатып алынған көлік. Арман досымдікі. Ол BMW-ның ауруы. Тапсырыспен жеткіздік міне. Так, бұл 2010 жылғы 3 литр бензин. Жалпы кожасын состояниесі жақсы, жаман емес. Мына жерінде кішкене андай бар екен. Мына жерінде істету керек болады. Арман, мына жерін істетіп ал. Ішіне келетін болсақ, іші иісі барлығы бөлек. Қазір от алдырып осының бәрін істейміз. Ішіне осындай кілтімен, оғынан кілті жаңалау екен. Так, осыны түсіреміз, Ford түсіреміз. Және достар, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай контейнерлер түсіп жатыр. 57-24-те біздің 4 бірдей автокөлігіміз бар. Бүгіндікке біз 2 контейнер ашып үлгереміз деген планмен отырмыз. 2 контейнерді ашамыз. Так, мынандай жерлерін үзек қойық. Арман, машинаңа қарап жүр. Андай, осылар астындағы защиталар всегда майысып қалады, себебі көріп тұрғандарыңыздай шығып тұрады ғой. Осыдан асып майысып тұрады. Тормозной дискісінің колодкасын ауыстыру керек. Тормозной дискісі өзі жақсы состояниеде екен. 2 миллион 800 мың теңгеге, достар, ойлаңыздаршы, 2 миллион 800 мың теңгеге детальдарында көп емес краска, азғандай краскасы бар, жоқ демейміз, и кішігірім шпаклевкасы бар. Қазір көліктің капотын ашамыз. Мына жерден барлығын ашып алайық. Көліктің капотын ашып, бұл BMW-ларда аккумулятор артында болғандықтан біз бұның алдынан ашып, прикурительмен қысып, багажнигін барын ашатын боламыз. Абзал аға, прикурительді бере салыңызшы. Мінекей ағаларымыз осындай нәрселердің бәрін алып кетеді, өздерінің жұмыстары бар барлығында. Капотты ашшы, мотор ренжімесең.
нетіп ашып жібересіз ба багажнигін? Қазір қосып жатырмын. Мінекей моторный отсегіне келетін болсақ, бетінде крышкасы жоқ екен моторный отсектің. 3 литр атмосферный қозғалтқыш N52 моторымен где-то 250 ватт күші ма, 240 ватт күші ма, сондай бар. В общем, Арманға жетеді. Арман осының алдында 39 болған, әп-әдем 39 еді. Теуіп, көтін айландырып құртты, короче. Арманның қорынан құрту ғана келеді. Ішінен ашып аласыз, ашып беріңіз. Мінекей осылай прикурительмен қосып жатыр. Ішінен ашып көріңізші. Болмаса былай. Ал көріңіз, ашылды. Міне осылай ашып аламыз. Қазір багажнигінен аккумуляторын тағамыз. Арман дұрыстап қара машинаға. 41-56 дейді. Дөңгелектердің размері бірдей ме екен бәрі? Анау астында қаңылтырын түзеп жіберейікші, қазір шиқылдап мазаны алады. Болды, қазір артынан аккумулятор тағады. Көлікті оталдырады. Ана жерде тағы бір BMW бар. Тоже Қарағандыдан Шамил бауырымыздікі. Ол енді 2 ай күтті. 2 айдың ішінде маған бір 4-5 рет қана звондаған шығар. Шыны керек, жолда кішігірім проблемалар болып қалды. Қытайдың ішінде барлық контейнерді ашып тексертті. Ал Арман болса, Арман маған уақытылы келді. Көлік уақытылы келді. Арман сол уақытылы келген көлікте 1 айдың ішінде 145 рет звондады ғой. Шамил бір 3-4 рет звондаған шығар. Түсіндірдім, болды деді ғой. Осындай түсінігі мол аға бауырларға риза боламыз. Енді оның барлығы біздің қолымызда емес, біздің қолымызда болса көлікті бірден жеткізетін едік осы жаққа 10-15 күннің ішінде. Жаңағыдай Қытайдың ішіндегі заңдары бар, Кореяның ішіндегі заңдары бар. Сонымен кішкене көлігіміз, анау 57-24 контейнеріміз кішкене кешіп келді. Соның ішінде келген көліктердің иелеріне үлкен алғыс, бізді ұзағынан күтті. Рахмет, сенімдерін білдіріп, ақшаларын төлеп күткен. Ал Арман болса қайта звондай берді. 6 миллион 200 мың теңгеге келіп жеткен Ford Explorer'ымызды шығардық. Осы контейнердегі соңғы автокөлік, қазір екінші контейнерімізді ашатын боламыз. Аппақ түсті. Қай жаққа келген? Алматы қаласына келген Ford Explorer'ымыз. Бұлай жағдай жақсы. Әр жерлерінде кішкене нелері, пленкалар алынып қалған ба? Қалай? Өзім түсінбедім. Көлікті шығардық. Так, бұл жерде көліктің алдыңғы дөңгелектер және артында BMW-ның дөңгелектері жатыр. Осы дөңгелектерді алып, салып, дәлше шығаратын боламыз. 6 миллион 200 мың теңгеге лимитед комплектация. Жағдай өте керемет. Қараңыздаршы. Әппақ түсте, қара салонда. Салоны бәрі жақсы. Бұл жерде бізде массаж барлығы бар. Мына жерде білесіздер, сізде педальді управлять ете алады. Ана педальді жоғары көтеріп түсіре аламыз, достар. Өте керемет. Так, бұл 3 автокөлік түсті. Қазір анау мен досым Арманның BH-сын алдыңғы 2 дөңгелегін саламыз. Сонымен бұл 3 автокөлік болды және одан кейін келесі екінші контейнерді ашатын боламыз. Мен түсінген бойынша қазір екінші контейнердің видеосы да осы мен жалғаса береді. Екінші контейнерді да осы бізбен бірге болыңыздар. Үшіншісін ашпаймыз. Екінші контейнерді ашып, осы жалғастырамыз. Мына головкаларды қараңыздаршы. Не деген дәу! Менің ойымша бұл 2 цилиндрлі. Ағаларымыз дөңгелектерін тағып жатыр, бөгет жасамайық. BMW-ның дөңгелегін тағамыз. Осымен осы контейнер бітті. Келесі контейнерді ашатын боламыз. Енкардан сатып алынған 2 көліктің де Енкар наклейкасы тұр. Жалпы Ford Қазақстанда хит болып жатырған автокөлік, көп кісілер алып жатыр. Ford'тың группаларында барлығында қарап отырамыз. Бір ағамыз жазып жіберіпті Ford'тың группасында. Запчасти жоқ қой, анау мынау деп не үшін қорқасыңдар дейді да. Көлік ұнады ма, алдың ба, міндет теп дейді да. Сен бұл өмірге бір-ақ рет келесің ғой, сол кезде өзіңе ұнаған көлікті теп алмасаң, неғып жүрсің дейді. Өте күшті айтылған сөз, кез келген автокөлікке запчастисын да барлығында жеткізіп тауып бере аламыз өзімізде. Қытай болса Қытай, Корея, Дубай барлық жерден жеткізіп береміз. Так, Ford заказ беріңіздер, кез келген көліктерді біз арқылы жеткізе аласыздар. Енді екінші контейнерға кеттік. 57-24 деген контейнерімізді аштық. Ішінде 4 бірдей автокөлік бар. Hyundai Grandeur,
Так, Hyundai Sonata. Ар жағында BMW F10 Шамильдікі. И одан кейін Hyundai Palisade автокөлігі. 4 түрде автокөлігіміз бар. Жаңағы мен досым Арманның бэхасын шығарып қойдық. 4 дөңгелегін тағып тексердім былай. Пойдет, Арман, саған пойдет осы машина. Жүре бер. Қазір осы көліктерді түсіретін боламыз. Кезек-кезек түсіріп, бағасын барлығын соңында айтатын боламыз. Так, бірінші автокөлігіміз бағанадан қара грандеурлар түсірсек, бұл аппақ қояндай грандеур 2018 жылғы тоже қоңыр салонға полный комплектация. Осындай жерінде кішкене мятинасы бар екен. Бұны бірақ клиентіміз біледі. Өзі таңдап алған. Панорамный крыша. Жалпы жағдайы керемет. Электронный ручникті қосып қою керек бізге. Тартылды ма? 2-де 4 литрлі қозғалтқышымен келді бұл. Достар, 2-де 4 редкий қозғалтқыш. Так, көлігіміз кішкене шынын айтқанда бұлай дұрыс жасамай тұр. Маған ұнап тұрған жоқ. Дәлел бар. 2-де 4 бұл бізде 4 цилиндрлі, сондықтан вибрация болады. Қазір көлігіміз әбден қызғаннан кейін тағы көретін боламыз. Жаңағыдай V6, V8-дар сияқты мягкы жұмыс істемейді, 4 цилиндрлар. Мынандай керемет чехолмен и екінші запасной кілті. Үшінші мынау тоже карточный кілт. 3 кілті бар екен. Өте керемет жағдайда. Так, бұнда біздің бөліміші 360 камерасы бар. Я дәл солай 360 камерасы, задний камерасы өте керемет. Қоңырмен қара комбинировать етілген салон. Так, панорамный крыша, одан кейін Hyundai Sonata. Так, на автокөлік бізде 4 миллион 600 мың теңгеге дейін Алматыға келіп жетті. Анау 3 миллион 700 мыңға келді. Hyundai Sonata. BMW 3 миллион 500 мың теңгеге Алматыға дейін келіп жетті. Қазір осылардың барлығын түсіріп көрсететін боламыз. Так, ағаларымыз дөңгелектерін тағып жатыр. Қазір шығарып дөңгелектерін қойып, көлігіміз әдемі жағдайда болады. Мынау осы контейнердағы екінші автокөлігіміз Sonata New Rise 2017 жылғы осындай мокрый асфальт түсті қара салонға. Жалпы ішкі жағдайы барлығы өте керемет, әдемі жеткен. Енді бұл автокөліктер жылдары жаңа ғой, бұлар туралы ештеңе айтпайсың, бірақ комплектациясы слабыйлау екен. Себебі орындықтарын көрсеңіздер осындай механический реттеледі. Так, 131 мың пробег. Подогрев сиденьесі бар екен. Бұлай көліктің жағдайы жақсы. Рульдары барлығы осы рулі әдем шыққан, осылардың ұнады маған. Өте керемет жағдайда. Мына жерде мынандай ұсақ түйектелер салақтап қалғандары бар екен. Енді оларды мынау істейді. Мынау Арман звондап отыр, Арман звондай береді. Машинасы келді, звондай береді. Қазір. Арман, не болды? На Каспий можно будет закинуть папки? Да, можно. Давай. Арман? Сен машинаң что-то бірдеңесі дұрыс болмай тұр. В смысле? Білмеймін, что-то былай жүрген кезде ше бірдеңе шықылдап тұр. Проекция істемейді еще. А что случилось? Білмеймін. Ты ездишь на нем? Да. Потом видео сниму, отправлю, хорошо? Ну что, это движок или что? Сен YouTube көрермендерімізге не айтасың жалпы негізі? А? YouTube көрермендерімізге не айтасың? Алаш экспорт туралы, мен туралы. Ничего не буду говорить, будем что ли? Ну, ештеңе айтпайсың ба ертең? Отзыв бермейсің ба? Буду, а что? Ну, сейчас что скажешь? Не знаю пока. Не знаешь? Что не знаешь? Не знаю, что ты мне хочешь? Не понял. Я айғайлама, машинаны бермей қоям. Что с ней не так? Нормально все, нормально. Урод, ты, блядь, долго будешь прикалываться, пока я не заберу ее? Да, по-любому. Не тупи, нахуй, и так сердце слабо. Боқтама. Пинг-пинг деп алып тастайсың ғой, родной. Сен ертең ютубтасың, давай. А что с проекцией? Нормально все работает, ассалаумалейкум. Работает? Нормально все работает, да. Все, ладно, давай, на Каспий можно, да, будет? Да, на Каспий скинь. Все,
вот Шама тоже, да? Да. Пусть кассу скинет. Аюп ағамыз. Брокер? Мына жерде, менде микрофон мына жерде тұр. Алматыдағы номер 1 брокер. Кез келген көлікті, кез келген жерде барлығын істеп береді. Машалла. Сатындар дейді ғой. БХ туралы не айтасыз? BMW говно. Сразу айта емессің деге. Анау Арманның BMW-сі, Армандікі ше. Қайсы Арман? Анау Арман дос болған бе. Говно. Сразу айтайын. Арманға мен де айтып отырмын. Арман онша емес. Қате болды. Қате таңдау. Ойнап айтамын, достар, барлығы керемет. Осы көлікті дөңгелектерін тақтық. Енді 2 автокөлігіміз қалды. Бағанадан ойнадық, күлдік. Енді дұрыс нәрсе айтайық. Мына жерде мына BMW қараңыздаршы. Мынау мокрый асфальт или граффити дей ма қандай дейді. Мынау бір өте керемет болып тұр. 3,5 миллион теңгеге келді. Только багажник вторичный окрас, қалғаны бәрі родной окраста, достар. 190 мың пробег, 3 литр атмосфералы. Дискалары, рульдары МК-нікі қойылған. МК емес өзі, бірақ сондай қойылып жасалған. Қазір бұл көлікті шығарып көрсететін боламыз. Және тағы да бір полисат. Кеше де полисат түскен болатын, білсеңіздер, бүгін де полисат түсті. Кешегі видеомда айтқандай, контейнерлеріміз қаптап келіп жатыр. Ертең тағы бір контейнер ашамыз. Бүгін оны үлгермейміз. Бүгіндікке осы машиналарды түсіріп алу керек. Осы контейнердағы 3-ші автокөлігіміз түсіріп жатыр. BMW F10 Қарағандыдан Шамиль бауырымыз тапсырыспен алдыртты. Так, көліктің ішіне қараңыздаршы. М-руль орнатылған. Жалпы мынау кожасын состояниесі, іші М-перформанс дейді, жастықтарын қойып қойған екен. Өте керемет жағдайда. Не то, что Армандікі. Армандікінен жақсы жағдайда келді. Багажник ғана вторичный окрас. Так, жылы 2011, 3 литр атмосферный қозғалтқышымен осындай керемет түсті. Қазір біз бұның тағы да аккумуляторын прикуетілмен прикуететіп, багажнигін ашатын боламыз. Бесключевой доступ бар екен. Жалпы көлік жағдайы өте керемет. 3,5 миллион теңгеге дейін Алматыға келіп жетті. 3,5 миллион теңге дегенде былайша айтқанда түк емес. Ертең растаможка номерларын жасап істейтін боламыз. И мына жақта новый полисат. Қараңыздаршы, астының өзі қандай жылп-жылтыр, әп-әдемі. Қараңыздаршы. Осы полисатты түсіріп, бұл 21 миллион теңгеге Алматыға, 21 миллион 800 мың теңгеге Алматыға келіп жетті. Қара полисат. Бұл Алматы қаласына, ал мынау F10, сосын Арманның F10-ті Қарағандыға кетеді. Құдай қаласа Қарағандыда. Мына жерінде кішкене мынандай жарылып кеткені бар екен. Бампері боялған. Алдыңғы бампері боялған екен. Қазір түсіріп, тағы полный обзор жасаймыз. Достар, міне қаншама адам ана полисатты көтеру үшін артына отырып алдық. Полисатты көтеріп, қазір шығарып, әдемілеп қоятын боламыз. Так, бұл жерде рөлдерде бейбарыс, Бақтияр ағамыз. Ай. Так, соңғы Hyundai Palisade автокөлігі түсті бізде. Қарайық, осындай қараға қара салонда, кешегі түскен қараға қоңыр салонда еді. Бұл қараға қара салонда 9800 ғана километр. Артық ештеңе айтып керек емес. Өте керемет жағдайда. Мінекей, мотор бәрі оталып тұр. Иісі бәрі енді жаңа автокөліктікі. Алған адамдарға көліктеріңіз құтты болсын. Қазір бүкіл көлікті қатарға қойып, соңғы бір видео түсіретін боламыз. Достар, бүгіндікке 2 контейнерімізді ашып, 7 автокөлігімізді түсірдік. Қорытындылай келетін болсақ, BMW F10 2011 жылғы Алматыға дейінгі бағасы 3,5 миллион теңге. Қарағандыдан Шамиль бауырымыз тапсырыспен алдырды. Так, екінші автокөлік Hyundai Grandeur автокөлігі Алматыға дейінгі бағасы 4,5 миллион теңгеге келіп жетті. Ақтаудан тапсырыспен алдыртқан болатын. Үшінші автокөлігіміз Hit Ford Explorer. Бұл автокөлік 6 миллион 200 мың теңгеге дейін Алматы қаласына келіп жетті. Жағдайы өте керемет. Бұл Алматы қаласынан тапсырыс берген болатын. Так, төртінші автокөлігіміз Hyundai Sonata New Rise автокөлігі.
Бұл автокөлік Алматыға дейін 3 миллион 700 мың теңгеге, 3 миллион 700 мың теңгеге Алматыға келіп жетті. Шымкент қаласынан тапсырыспен алғыздық. Так, 5-ші автокөлігіміз BMW F10 Қарағандыдан, бағанадан естіген Арманның тапсырысы 2 миллион 800 мың теңге, 2 миллион 800 мың теңге. Так, 6-ші автокөлігіміз Hyundai Palisade 2025 жылғы өте керемет жағдайда 9 мың пробег 21 миллион 800 мың теңгеге Алматыға дейін келіп жетті. Жалпы көліктерді қарап отырсаңыздар, барлығы жан-жақтан. Бұл жерде 3 автокөлік Қарағандыдан. Сол 3-ші автокөліктің біреуі Hyundai Grandeur IG, Алматыға дейінгі бағасы 4 миллион 600 мың теңге, 2.4 GDI мотормен келіп жетті. Достар, осы автокөліктердің барлығы өз иелеріне табысталатын болады. Барлық осы автокөлікті тапсырыс берген біздің клиенттерімізге үлкен рахмет, сенім білдіріп, ақшаларын 2 миллион 800 мың теңге болсын, 21 миллион 800 мың теңге болсын, кімге де болса бұл өте үлкен ақша. Осы ақшаларды бізге сенім білдіріп тапсырыс бергендеріне үлкен алғыс білдіреміз. Егер де сен де көлік тапсырыс бергің келетін болса, төмендегі WhatsApp нөміріне немесе Алаш Экспорттың кез келген Instagram, TikTok, жалпы ғаламтор желісіне жазсаңдар болады. Сіздермен бірге Алаш Экспорт сенім білдіріп тапсырыс бергендеріңізге үлкен алғыс.